Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін өте дәмді кеспе көже тамағының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға су құйып, үстіне еттерімізді салатын боламыз. Еттеріміз бір қайнағаннан кейін көбігін алып, үстіне пияз, помидор, болгарский салып, баяу отта қайнататын боламыз. Жарты сағаттай баяу отта қайнағаннан кейін помидорларымыз осылай езіліп кетеді. Помидорларымыз езіп, одан сайын дәмін шығару үшін езіп алатын боламыз. Қалған бөліктерін, қабығын, сыртын барлығын алып тастайтын боламыз. Алдымен жұмыртқамызды саламыз. Суымыздың үстіне тұз салып араластырып, ұзақ құятын боламыз, себебі тұздың ұқымдары болуы мүмкін. Сол себепті осылай араластырамыз. Мен суды аз қостым. Осы жеткілікті. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Негізі үстіне екімен араластырып онымызды салатын боламыз. Екімен араластырамыз онда. Мінекей қамырымыз илеп болдық. Енді оны жарты сағатқа тұндыруға қойып қоямыз. Қамырымыз илеп болғаннан кейін сорпамызға осындай мен укроп, петрушкалардың асты жағын осылай турап сорпаларға салам. Дәмі өте керемет болып шығады. Салып, пияз, бағана болгар бұрыштарын алып тастаймыз. Болгар бұрыштарын егер жеуге ұнатсаңыздар, қалдырсаңыздар да болады. Бізде ешкім ұнатпайды, сол үшін алып тастаймын. Үстіне картоп және сәбіздерімізді салып, тағы да 5 минуттай қайнататын боламыз. Қамырымызды жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін оқтауға орап, тақтайдың үстіне қойып, майдалап турап шығатын боламыз. Дайын болған кеспелерімізді қайнап тұрған сорпамызға салып, 5-10 минуттай қайнатып алатын боламыз. Мінекей сорпамыз қайнап жатыр. Тамағымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған мен Гүлжан Әлмеш. Маған пікір қалдырып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.